Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы жеті ата, жеті атаңды білесің бе деген тақырып. Яғни жеті атаңды білесің бе? Осы сұраққа әрқайсымыз жауап берген боларсыздар. Біреу біліп, біреу білмейміз. Енді біреулер барлығын білмеймін деп айтады. Бірақ осы сұрақтан неліктен туындайтынын, не үшін қойылып, неге жауап алғысы келетінін біраз ағайын ұмытып бара жатқан сықылды. Өкінішке орай ештен кеш жақсы деген екен ата бабаларымыз. Сонда қай уақытта келген, бұндай дәстүр қайдан келген? 15-ші ғасырда кеңесшісі жиренше шешем қатты ауырып төсек тартып жатып қалыпты. Жақын жерлердегі талай белгілі емші бақсыларды шақыртып қаратса да еш ем қонбапты. Соңында атақты өте бойдақ деген жеті аталық ұстаныммен ұрпақ шежіресі, жеті ата тәртібі туыстық, ағайындық бірлікті, ынтымақтастықты. Бастысы, батыс ғалымдары енді ғана дәлелдеп жатқан қан тазалығының кепілі бола алады. Ертеде балаға 7-9 жасынан бастап ата тегін үйрету міндетті болған. Содан да болар ел арасында қанына тартпағанның қары сынсын деген сөз қалыптасқан. Көз жетсе, жұбайларды тең бас қылышламас керек. Бұл Жәнібек ханның жарлығы. Сол заманда жеті атаға толған күннің өзінде бір ұрудың жастары некелесетін жағдай туса, ұру ақсақалдары боз биені сойдырып, бір пәтуаға келіп, баталасып барып рұқсат беретін болған. Міне, осылайша жеті атадан 300-ге дейінгі бір тұтас туыстық бітім бірнеше ғасырлар бойы қазақ халқы бір атаның баласы, бір тамырдан тараған деген ұстанымды орнатқан. Мысалы, бір аталардың ішінде, мысалы, Сәрсенбай деген адам болса, сонда мен сенен сұраймын, Сәрсенбай сенің қайсы атаң деп? Сонда сен айтасың, бабам дейсің. Немесе арғы атам десең, немесе түп атам десең, мен нешінші атаң екенін соған қарап біліп отырамын. Яғни қыз жағдайда түрлі генетикалық ауруларға ұшырауы мүмкін, ұрпақтары. Қазақтарда 20-10 атаға дейін тарататын ақсақалдар шежіре деп атап кеткен. Әр рудың өз шежіресі болған. Олар көбінесе тоқыған көп, өте ақылды адамдар болған. Шежіре араб сөзі, оны қазақ тіліне аударғанда ол ағаштың бұтағы деген мағына береді. Қазақ баласы ол шежірені жаттап жүру керек. Ол ата бабасының өзінің ізгі қасиет қалдырған мұрасын кішкентай кезінен бастап жаттап жүруі міндет. Ол қазақ даласының тұрғындарының паспорт десек айтсақ қателеспейміз. Елінің жерінің тарихи, ата-бабамыздың тарихын білу және оны жақсынан үйреніп, жаманынан жүйреніп, қорытынды жасауға сабақ алуы тиіс. Тәуелсіз ел боламыз десем, тілі мен тарихында жадынан шығарма және құрметте қастерлей біл. Әке, ата, үлкен ата, баба, түп ата, тек ата. Ата тек атаулары: ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат, жырағат, жегжат. Туыстық атаулар: жүрекжат, туажат, жырағат, жат жырағат, жегжат, жамағайын. Әркім, әр қазақтың баласы өзінің жеті атасын білу міндет. Қоқан шойшы ақысы Шілдебай Қамшыбай Құмағанбет Елтай Ержан Бексұлтан. Молодец. Келесі. Кезек айта беріңдер. Байсары Наркөбен, Тұрғанбек Әуес, Сары Бекжан Нұрдәулет. Жандай Елемес, Құмбет Байқоныс, Дүйсенбай Бақыт Байжан. Әрқайсысын бір сан таңдайсыздар. Сол сұрақ сан таңдағанда, мысалы 3 деп таңдасаңдар, сол 3 саннан сұрақ туады, сол сұраққа жауап береміз. 2. 7 жыл. Аурудың түрі соғыс, топан су, зілзала, яғни жер сілкінісі. Бұл 7 жұтқа жатады. Келесі, қандай сан таңдаймыз? 7 келі сан 7. 7 сан туралы қандай мақал мәтелдер білесің? Жеті атасын білмеген жетесіз. Жеті атасын білмеген жетесіз. Тағы қандай кім біледі?
келесі. Алло. Жақсы. Жасаймыз. Ой. Айдармысың ей? Әке? Ассалаумағалейкум әке. Жақсымын. Тегі ақызын салмай кеттіңдер ғой, қайда жүрсің? Денсаулығыңыз қалай өзіңіз? Жақсы ма? Аман есен. Өздерің, ат көлік аман есен. Аман есен. Үйдегі тентектер. Жақсы, бәрі жақсы. Жақсы болғанда жақсы. Өздеріңізде? Шүкір, осы отырмыз демалып, күн шуаққа арқамызды қыздырып. Мына бір жақсы жаңалықпен келіп отырмыз. Естігенде шығасыз. Енді шет жағасын естіп жатырмыз. Ана өзіңіздің тентегіңіз, нұркеніңіз отбасы құрайын деп, өзіңіздің алдыңыздан кесіп өтпейік деп, батаңызды алайын деп. Дұрыс, келіп отырмыз осы. Құдайға шүкір. Ай, әлгі қыз қай жақта екенін айтпақшы. Енді көрші ауылдан деп отыр ғой әке. Көрші ауылдан. Көрші ауылдан дейді. Әкесінің аты не? Енді құдаңыздың есімі Сәкен деп отыр. Сәкен? Сәкен. Ай, қай Сәкен болды екен? Көп қой, Сәкен деген көп қой. Аяғын Нұркеннің өзі қойды? Міне өзі де келді ғой. Ассалаумағалейкум. Ой, бәрекелді, дәу жігіт болсын. Қалайсыз? Шүкір, аман есен. Жақсы жаңалық естіп жатырмыз. Үйленеді дейме. Үйленем деп шешім қабылдағанына қарағанда жақсы көріп болғансың ау, Ой, ата, ұялқаншы. Ұялған сырым бар болсын. Ал сонымен келін қайырылған екен. Шоқпар? Ай, шоқпардың ішіндегі? Байқоңыр. Маларымды есемдердің. Байқоңыр емес? Ол өзіміздің ұрылас қой, құлдым ол. Ұрылас болса не апты ата? Ал не болып несей? Ол сенің өзіңнің қарындасың, біле білсең. Қарындас несі ата? Өзі Құдайға шүкір, өзімнің туыс-туысқандарым жақсытаймын ғой. Сендер не қарап жүргесіңдер? Неде оттап отырдың? Асығыстық болып қалды ғой әке.